Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі авторлық білім беру технологияларын оқу жүйесіне бейімдеу атты тәжірибелік семинар сабағымызға қош келдіңіздер. Сіздерден өтініш, видеоларыңызды қосып қойсаңыздар, дауысын басып қойсаңыздар. Енді бүгінгі әріптестеріміз сіздерге өздерінің авторлық бағдарламаларымен, одан кейін оқу әдістемелік құралдарымен таныстыратын болады. Бізде 6 әріптесіміз бар. Сол 6 әріптесіміз өздерінің жобаларын қорғайтын болады. Енді қазір бірінші болып мен бастаймын. Қоса сайын. Көрінді ма? Менің авторлық бағдарламасының тақырыбы SQL деректер базасы деп аталады. Менің аты жөнім Қожбанов Жұбаныш Мәлікұлы. Бұл авторлық бағдарлама 10-11 сыныптарға арналған. Бағдарламаның мақсаты оқушыларға SQL тілінің негізін үйрету, сұраныстарды дұрыс құрастыру қабілетін дамыту және деректер қорын басқару жүйелерімен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру. Бағдарламаның міндеттері теориялық білім беру, негізгі SQL командаларын меңгерту, күрделі сұраныстарды орындау, дерек қорларды басқару және оңтайландыру, практикалық дағдыларды қалыптастыру. Курстың бөлімдері 5 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім деректер қорының негіздері, екінші SQL негізгі операторлары, үшінші сұрыптау және біріктіру, төртінші деректер қорын басқару, бесінші жобалық жұмыстар. SQL-дің негізгі командалары ол select, одан кейін insert, update, delete және join. Бұлар ең негізгі командалары, одан бөлікте командалар өте көп. Практикалық бөлім, яғни SQL-мен жұмыс жасау үшін осы Open Server пайдалану қажет, PHP MyAdmin арқылы база құруға болады, және программист онлайн SQL редактор арқылы жасауға болады. Келесі практикалық бөлім. Практикалық бөлімде мына жерде көріп тұрғандарыңыздай SQL бағдарламасында қалай жұмыс жасайды, сол туралы көрсетілген. Алдымен Open серверді компьютерге орнатып аламыз. Ноутбукқа PHP MyAdmin деп кіремізде, осы жерден база данных деген жерден өзімізге деректер қорын құрып, сонымен жұмыс жасаймыз. Одан кейін құрып болғаннан кейін кестеге атау береміз және қанша жолдан тұратынын таңдаймыз. Суретте көріп тұрғандарыңыздай осылай жұмыс жасаймыз. Деректер қорын құрғаннан кейін өрістің атауын береміз, типтерін таңдаймыз. Мысалы, аты жөні, туған күні, сыныбы, мекен-жайы деген сияқты. Осылай құрып жұмыс жасаймыз және құрғаннан кейін экраннан ең төменгі жағында қарасаңыздар, бізде көрсетіліп қойған қалай кодты қалай жазуға болады. Одан кейін программиз арқылы да жұмыс жасауға болады. Ол жерде біз, егер сіз программаны ұсынып жасалмай қалсаңыз, осы онлайн түрде жұмыс жасасаңыз болады. Тақтадан көріп тұрғандарыңыздай, бұл бағдарламаның коды жай ғана ең оңай мысалы көрсеткен. Insert, into, бұлар енгізу үшін арналған кестенің өрістер берілген, ID, тегі, есімі, туған күні, мекен-жайы. Одан кейін айнымалылар берілген. Айнымалыларға толтыруымыз қажетті мәліметтерді енгіземіз. Осылай жұмыс жасасаңыздар болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сөз кезегін ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Сисенова Балнұр Болатовнаға беремін. Ал сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Менің әдістемелік құралым тақырыбы effective. Менің әдістемелік құралымның тақырыбы Effective Strategies for Expanding Vocabulary. Енді бұл ресурс заманауи лингвистикалық зерттеулерге, когнитивті оқыту принциптеріне және де интерактивті оқу әдістемелеріне негізделген кешенді тәсілді ұсынады.
Енді бұл әдістемелік құрал сөздері мағыналық контекстте меңгеру, ассоциациялау әдістері, морфологиялық талдау және белсенді есте сақтау стратегияларын қолдану арқылы оқушылардың сөздік қорын кеңейтуге бағытталған. Сонымен қатар жаңа сөздердің әртүрлі контексттерде пайдалану, оқу және дағдыларын жетілдіру бойынша тәжірибелік жаттығулар мен тиімді тапсырмалар қамтылған. Language is the foundation of human communication and well-developed vocabulary one of the most critical tools for effective expression, comprehension, and critical thinking. This methodological guide, Effective Strategies for Expanding Vocabulary, is designed specifically for schools aiming to equip students with the skills and the strategies necessary to develop a strong lexical foundation. In the modern world, where information is constantly evolving and the communication is becoming more diverse, the ability to express thoughts clearly and accurately is of utmost importance. Students who possess a broad vocabulary are better prepared to understand complex texts, engage in meaningful discussions, and articulate their ideas with confidence. Objectives of the guide to introduce scientifically grounded methods for enriching students' vocabulary, to integrate learning technologies that make vocabulary acquisition engaging and effective, to provide a system of exercise designed to enhance students' reading, writing, listening, and speaking skills. Innovation of the guide. This methodological guide introduces modern and innovative approaches that buy beyond traditional vocabulary instruction. Context-based learning. Instead of memorizing isolated word lists, students acquire vocabulary through authentic literary works, scientific texts, and real-life sceneries. Multimodal learning. Incorporating visual aids, charts, diagrams, auditory methods, postcards, audiobooks, and activities to cater diverse learning system. And the link between vocabulary and the memorizing. Short-term memory, new words first preceded here. Long-term memory, words stored permanently through space, emotional or meaningful context help people words move to a long term. In conclusion, I want to say that expanding vocabulary is a gradual, systematic, and engaging process that requires a combination of reading, listening, speaking, writing, and interactive activities. This methodological guide provides educators with a structured approach for fostering vocabulary growth in students by integrating diverse and dynamic strategies. By implementing the methods outlined in this tool, teachers can create a rich linguistic environment, enabling students to memorize, understand, and confidently use the new words in various contexts. A strong vocabulary is the foundation of effective communication, critical thinking, and academic success. That's all. Менің бүгінгі әдістемелік құралым осымен аман. Комменттеріңізді жазып отырыңыздар. Рахмет. Келесі кезекте бізде Серікбаева Орынбек апайдікі. Қазір қосамын. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Менің әдістемелік құралым медициналық экология және география. Негізгі кіріспе бөлімінде адам денсаулығы табиғаттың айнасы. Екінші, қоршаған орта таза болса, адам да сау болады. Сондықтан экология, медицина бұл бір-бірінен ажырамас екі ғылым.
Мақсаты қоршаған орта сапасы мен денсаулық арасындағы себеп салдарының байланыстарын анықтайды. Ал негізгі міндеттері ластану түрлерін талдау, экологиялық сауаттылықты арттыру, тәжірибелік зерттеу әдістерін анықтау. Медициналық экология және экологиялық факторлар медициналық экология қоршаған ортаның сапасы мен адам денсаулығы арасындағы себеп салдарды байланыстыратын зерттейтін ғылым. Ал биотекалық жарық, ауа температурасы, су бұл географиялық қабықта айтылып өтеді. Биотикалық өсімдік жануар микроағзалар бұл биологиямен байланысты айтылады. Екінші антропогендік әсері өндіріс қалдықтармен. Енді ластану себептері: ауаның ластануы, тыныс алу аурулары, судың сапасыздығы, асқазан ішек аурулары, топырақтың ластануы, азық-түлік арқылы улануы. Яғни осылардың әсерінен бізде қоршаған ортада адам денсаулығына зиянды әрекеттер болып жатыр. Екінші, осы оқу құралының құрылымы мен қорытындысына келетін болсақ, медициналық экология адам мен табиғат арасындағы үйлесімділікті сақтауға бағытталған ғылым. Экологиялық сауаттылық болашақ ұрпақтың денсаулығын қорғаудың тетігі. Бұл оқу құралы білім беру мен ғылымды біріктіріп, жас ұрпаққа табиғатты аялауды үйретеді. Егер біз табиғатты қорғасақ, өз денсаулығымызды да қорғаймыз. Оқу құралы 4 бөлімнен тұрады: медициналық экология негіздері, медициналық география, практикалық тапсырмалар, тесттер мен есептер. Бұл оқу құралын қазіргі уақытта біздер 6 сыныптарға элективті курс ретінде өтіп отырмыз. Жақсы көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Коммент жазуды ұмытпаңыздар. Әріптестер, бізде келесі кезекте Нұрғожаев Манат ағай география пәні бойынша өзінің жобасын қорғайтын болады. Келіңіз. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Менің жұмысым экономика және елтану тақырыбындағы элективті курс бағдарламасы. Менің жобам бойынша мақсатым экономика және елтанудың байланысы, елдердің даму деңгейін, экономикалық әсерлерін, даму әсерлерін, сонымен қатар экономика елдің өндірісі, ресурстары, қызметтері мен табысын зерттейтін ғылым. Елтану халық шаруашылығын, мәдениетін зерттейтін сала болып есептеледі. Жалпы табиғат заңдылықтары негізінде шаруашылық салаларын өтімді орналастыру, ондағы табиғи өзектілігі жұмысының дүниежүзінің негізгі аймақтары болып есептеледі экономикалық. Бірінші солтүстік және оңтүстік Америка, Европа мен Азия өзінше, екінші болып экономикалық байланыстарда Евразия материгінде, Австралия және мұхиттық аралдар үшінші экономикалық алып жатыр. Африка құрлығы өзінше экономикалық аймақ болып есептеледі өзектілігінде. Дүниежүзінің экономикалық дамуы, экономикалық тұрғыдан дамыған елдер бар. Үлкен жетілік: ақш, Германия, Жапония, Канада, Италия, Германия, Ұлыбритания болып дамушы елдер: Қазақстан, Үндістан, Түркия, Бразилия. Бұлардың даму деңгейі алдыңғы қатарлы елдермен сабақтастығын жалғастыру. Экономика даму үшін ең бірінші алғы шарттары олар экономикалық аймақтар мен халықаралық ұйымдар болып табылады. Еуропалық одақ 27 елді біріктіріп отырған Еуропа елдерінің барлығы осы ұйымға мүше болып табылады. Азия тынық мұхит аймағында ASEAN ұйымы Азияның оңтүстік шығыс Азия елдерін біріктіріп отыр. Солтүстік Америка экономикалық аймағында нафта, Америка құрама штаттары, Канада, Мексика осы еркін аймақ құрып отыр. Дүниежүзілік банк, халықаралық валюта қоры осы дүниежүзілік экономиканың алғы шарты дамуы есептеледі осы ұйымдар. Қазіргі экономиканың дамуы: бірінші трансұлттық процестің дамуы, екінші әлем өнеркәсібінің дамуы қазіргі таңда,
Үшінші алдыңғы қатарлы ақпараттық қоғамға өтуі елдердің экономикалық қазіргі өзекті үлкен жұмыс, төртіншісі жұмыс ол цифрландыру мен жасанды интеллектті қарыштап дамуы. Міне біздің қазіргі еліміздің алға қойған мақсаты осы жасанды интеллектті дамытуға арттыруымыз керек. Жалпы жұмысымды қорытындылай келе, экономика мен елтану өзара тығыз байланысты ғылымдар. Әрбір мемлекеттің экономикалық дамуы оның табиғи ресурстары мен халқының әлеуетіне тәуелді. Сонымен қатар білім ғылымның ілгерілеуі елдің географиялық жағдайы, демографиялық көрсеткіштері ерекше орын алады. Шаруашылық құрылымы оның әлемдік экономикада орнын бағалайды. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Құрметті әріптестер, келесі химия пәнінің мұғалімі Тұрғанбаева Жанат апай өзінің жобасымен таныстыратын болады. Қайырлы күн, әріптестер. Бүгінгі менің жобамның аты авторлық бағдарлама бойынша тақырыбы жаңартылған оқу бағдарламасы бойынша 7-ші сыныпта химияны оқытудың инновациялық әдістері. Жаңартылған білім беру мазмұнының негізгі мақсаты оқушының зерттеуші, ізденуші тұлға ретінде қалыптастыру, алған білімін өмірде қолдануға үйрету. 7-ші сыныпта химия пәні оқушылардың алғашқы ғылыми түсініктерін қалыптастыратын маңызды кезең. Осы бағдарламада инновациялық педагогикалық технологиялар мен заманауи әдістемелерді тиімді қолдану жолдары қарастырылды. Жалпы бағдарламаның мақсаты 7-ші сынып оқушыларына химиядан түсінікті, функционалдық сауаттылыққа бағытталған білім беру. Инновациялық әдістер арқылы оқу-танымдық қызығушылығын арттыру, зерттеу және тәжірибе жасау дағдыларын дамыту, оқушының жеке қабілетіне қарай сараланған оқытуды ұйымдастыру. Бағдарламаның міндеті зерттеушілік әдістерді қолдану, практикалық және зертханалық жұмысты күшейту, АКТ оқу процесіне АКТ-ны оқыту процесіне интеграциялау, құзыреттіліктерді дамыту, ынтымақтастық, сын тұрғысынан ойлау, ақпаратты талдау, химиялық тіл және химиялық формулаларды сауатты қолдануды қалыптастыру. Жалпы химия сабағында тиімді оқыту әдіс тәсілдері ол ең бірінші жиксо, галерей уолк, think pair share, ойлан жұптас бөліс деген мағынада, инсерт, белгілі және түсін, дебат, пікірталас. Жоғары деңгейлі ойлауды қалыптастыру, сыныптарға оқушылардың физика, биология, география және технологиямен байланыстыра оқыту. Мысалы, судың қасиеттері тақырыбында бейнежоба, яғни ғылыми жоба тазартылған су үлгісін жасау, соның ішінде фильтрлеу, сүзу әдістерін үйрету. Жалпы инновациялық оқыту әдістері STEM тәсілі бойынша. PBL жобаға негізделген оқыту, зертханалық тәжірибелерді цифрландыру, соның ішінде виртуалды лаборатория, виртуалды зертхана, оның ішінде қолданылатын платформалар FED Colorado, Чем коллектив, Virtual Lab. Және де флиппед класс, төңкерілген сынып, саралап таралап оқыту түрі, кейс стади әдісі, интерактивті әдістер. Интерактивті әдістердің ішінде Quizzes, Kahoot, WordWall платформаларында қолдануға болады. Сонымен қатар химиялық домино, реакция түрлерін сәйкестендір, тарсия және де басқа да геймификацияны қолдануға болады. Одан бөлек оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту. Соның ішінде PISA негізінде PISA зерттеулерінің талаптарына сәйкес химиялық білімді күнделікті өмірде қолдана білу қабілеттерін арттыруға баса назар аударылады. Жалпы күтілетін нәтижелер. Оқушылар химиялық құбылыстарды түсініп өмірмен байланыстыра алады, тәжірибе жасау, бақылау, қорытынды шығару дағдыларын меңгереді. Ақпаратты талдап, топпен жұмыс істеуге дағдыланады. Инновациялық әдістер арқылы пәнге қызығушылығы артады. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.
Рахмет, әріптестер. Келесі бізде химия пәнінің, тарих пәнінің мұғалімі Шарипова Қарағат апайдың жобасы. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы тарихи тұлға. Бағдарлама қазіргі білім беру талаптарына сай құрастырылған. Оқушылардың тарих санасын қалыптастыруға, патриотизмді, ұлттық құндылықтарды құрметтеуді дамытуға, шығармашылық сыни тұрғысынан ойлау және зерттеу дағдыларын жетілдіруге бағытталған. Бағдарламаның мақсаты Қазақстанның белгілі тарихи тұлғаларының қызметін және мұрасын зерттеу, оқушылардың тарихи тұлғалардың ел дамуына қосқан үлесіне көмектесу, тұлғалардың идеясын қазіргі заманмен байланыстыра білуге үйрету. Бағдарламаның міндеттері өте кең және нақты көрсетілген. Бағдарламаның жаңашылығы жаңа педагогикалық технологиялардың қолдану, ақпараттық және цифрлық құралдарды пайдалану, ойын, жобалау, дебат, рөлдік ойындарды қолдану және нейротехнология элементтерін пайдалану. Бұл курс дәстүрлі тарих сабағынан өзгеше, интерактивті форматта жасалған. Курстың мазмұны бұл 34 сағаттан тұрады және келесі тарихи тұлғаларды қамтиды. Менің бүгінгі авторлық бағдарламамның негізі элементі осы. Оған Әл-Фараби, Қожа Ахмет Яссауи, Абылай хан, Махамбет Өтемісұлы, Шоқан Уәлиханов, Абай Құнанбаев, Жамбыл Жабаев, Мұстафа Шоқай, Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейханов, Ілияс Жансүгіров, Бауыржан Момышұлы, Роза Бағланова және тағы басқа тұлғалар. Әр тұлғаға арналған сабақтарда мәтін талдау, дебат, рөлдік ойын, кроссворд, постер, зерттеу жобалары ұсынылған. Курстың қорытындысы: бағдарлама оқушыларға тарихи оқиғаларға талдау жасау, деректермен жұмыс, презентация қорғау, салыстыру, пікірталас, зерттеу жүргізу дағдыларын қалыптастырады. Курс соңында оқушылар әр тұлғаға сай өздерінің жобалық жұмыс немесе презентацияларын қорғайды. Менің негізгі авторлық бағдарламамды сіздерге ұсынып отырмын. Өздеріңіздің пікірлеріңізді жазыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Егер өздеріңіз пікір айтам десеңіздер, дауыстарыңызды видеоны қосып пікір айтсаңыздар болады. Жақсы, көп рахмет әріптестер. Уақыт қойып тыңдап қатысқандарыңыз үшін. Жас сау болыңыздар.